Сәлем достар, сендермен мен Құндыз бүгін YouTube аккаунт ашып көрсетем. Бірінші добавить аккаунт дегенді басасыңдар, осындай шығады, сосын почталарыңды жазасыңдар. Немесе для себяны басып кете берсеңдер болады. Сосын имя, фамилия шығады, соған өз аты жөндеріңді жазасыңдар мен просто жаңа аккаунт деп осылай жаза салам, сендер дұрыстап жазыңдар. Сөйтіп сендердің туған жыл, туған күн, туған айларыңды, полыңды сұрайды. Сол жерге дұрыстап жазасыңдар. Менің туған күнім 31 мамыр, мамырдың соңында туылып қалғаным бір күн, шыдамай шығып кеткенмін, ахаха, сөйтіп жылымды жаздым, полға не указан деп кете берем. Сендер дұрысын жазыңдар, менің жылымды көріп қойдыңдар ау, ахаха. Сосын мына жерде гмайлыңды таңдайсың, қайсысы әдемі соны таңдап кетесің, немесе үшінші тұрған жерді басып өз ойларыңнан гмайл жазасыңдар. Маған мен келесіне кете берин, достар, кете берин. Мына жерде пароль деген қақпа шығады. Бұл жерге де ойыннан құрастырасын, тек ағылшынша шрифтпен сандарды жазасың, әтпесе қабылдамайды. Бұлда шрифттен тұру керек. Сосын бұл паролды скриндап сақтап алуларың керек. Кейін бұл паролды ұмытсаңдар бітесіңдер, немесе басқа паролға ауыстырасыңдар. Мына смайликпен неге жауып қойды десеңдер, бұл менің номерім, өздеріңнің номерлеріңді жазасыңдар осы жерге, сосын пропустить басасыңдар. И вот вуаля. Мына жерде де далее басамыз, әйтеуір шаруасы көп екен, ахахая. Мұны сосын жаңа аккаунтымыз пайда болды. Осы аккаунттың соңында пропустить дегенді басамыз, сөйтіп күтеміз. Ой, бұл пропустит деппін ғой, принимаю дегенді басамыз, короче, күтеміз. Ең шаруамыз бітті, аккаунтты енді создавать етеміз, ашылды. Енді оған дұрыстап ат қоясыздар, описание ава шапканы қоясыздар. Егер қалай деп айтсаңыздар, келесі видеода мені күтіңіздер. ютубты қалай дамытуды білмесеңіздер, ол туралы да видеолар шығатын болады. Бастысы менің аккаунтыма кіріп тіркеліп, лайк басып достарыңызға таратыңыздар. Міне менің аккаунтым 6 подписчикім бар. Осындай подписчикке жету жолы көрсетем. Видеолардың барлығы осы жерде шығатын болады. Ал сен бай алтындарым, сол тіркеліңдер.